Алматы қаласында 23 қаңтар күні түнде үлкен жер сілкінісі болды. Бұндай жағдайда әрбір адам мына бір ақпаратты білу керек. Мен болашақ дәрігер ретінде сіздерге осы ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Құдайға шүкір, Алматыда болған жағдайда ешқандай ауыр апаттар болмады. Бірақ та ауыр апаттар болған жағдайда, егер адамның қолы немесе аяғы белгілі бір құлап қалған заттармен қыстырылып қалатын болса, өте ұзақ қыстырылып тұратын болса, ондай жағдайда мына ақпаратты сіздер міндетті түрде білу керексіздер. Адамның қолы немесе аяғы өте ұзақ уақыт қысылып тұратын болса, ол жерде тіндердің және де клеткалардың өлуі болады, яғни некроз дамиды да, ол жерде көптеген улы заттар өлген жасушалардан шығады. Ал егер біз адамның қолын немесе аяғын бірден босатып алатын болсақ, ол жердегі улы заттардың бәрі адамның денесіне таралып кетеді де, бірден оның бүйрегіне өте үлкен зардап тигізеді. Бұны біз краш синдром немесе тіндердің ұзақ жаншылу синдромы деп атаймыз. Сол себепті, егер де осындай жағдайға тап болатын болсаңыздар, адамның аяғын немесе қолын босатардан бұрын оған міндетті түрде жгут салып, бірден босатпай, асықпай босатуымыз керек. Жалпы бүгін осындай ақпаратты өте қысқа видео болды. Осы видеоны жақындарыңмен бөліс, өйткені бұл ақпарат адамның өмірін құтқарып қалуы мүмкін. Сіздермен бірге болғанмен Шарықтаулы Заңғар, ең бастысы білімдеріңіз шарықтасын.